Қазақ халқының ежелден күн көрісі мен тіршілігі негізінен төрт түлік малға байланысты болды. Ол сойсаң азық, кисең киім, мінсең көлік. Төрт түлік малдың бірі қой. Бабаларымыз мал өсірсең қой өсір, табысы оның көлік өсір деген екен. Қазақтың шілдеханадан бастап барлық дәстүрінде көбінесе қой сойылады. Қойды жиі құрбандыққа шалады. Әйелдер босанғанда қалжаға сояды. Дүние есігін ашқан сәбидің мойны қатсын деген ниетпен қойдың мойын омыртқасын жас анаға беріп шаңыраққа іліп қояды. Жаңа сойылған қойдың мүше бөліктерін табаққа тартуда жарасымды әдеп, биік парасат жатыр. Қой еті жіліктенгенде 13 мүшеге бөлінеді. Олар: 2 жамбас, 2 ортан жілік, 2 асықты жілік, 1 бел омыртқа, 2 сүбе, сондай-ақ қабырға, төс, 1 омыртқа, 2 жауырын, 2 тоқпан жілік, 1 бұғана, 1 мойын. Ет мүшелеу сойылған малдың етін жілік-жілігімен бөлшектеу. Әр жіліктің табаққа тартылу тәртібі бар. Табақ тартуда адамның беделі, туысқандық қарым-қатынасы, жасы назарға алынады. Бас табақ. Жасы үлкен ақсақалға, құда-құдағиға, елге беделді өнерлі кісіге тартылады. Бас табаққа бас пен жамбас, кәрі жілік, сүбе, белдеме, 2 омыртқа салынады. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дегенде қазақ халқы құдасын аса қатты құрметтеген. Құда табаққа бас, жамбас, кәрі жілік, жауырын, сүбе, қабырға, белдеме, құйрық, бауыр салады. Әр шаңыраққа күйеу балаға арнап сақталатын төс тартудың мағынасы бар. Күйеу балаға төс 2 қабырғалы елді төспен біріктіргендей сіңімді, төс секілді майлы болсын, туған туысына жайлы болсын дегеннен туған ой екен. Күйеу табаққа төс, асық жілік, белдеме, қабырға, омыртқа салынады. Ұзатылған қыздың өз жұртына арнаулы баруы төркіндеу деп аталады. Төркіндеудің халықтық дәстүрлік маңызы зор, және ол әйел затына ғана тән ғұрып. Қыз табақ. Бұл төркіндек берген қызға көрсетілетін құрмет. Оған құйымшақ, тоқпан жілік, бел омыртқа, белдеме, тіл жақ, сүбе, қабырға салынады. Сарқыт табақ. Белгілі себеппен қонаққа келе алмай қалған кісіге беріп жіберетін арнайы табақ. Бұл табаққа да сарқыт беретін адамның беделіне қарай кәделі сүйектер салынған. Қазақ дәстүрі жон-жосықты аспен де осылай реттей білген. Бұл қоғамдағы тәртіп пен бауырмалдықты, ынтымақты нығайта түседі.